Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өзімнің басынан өткен оқиғамды айтып, сырымды ақтаруға бел будым. Әйел өте нәзік жан. Мен де сол ет пен сүйектен жаралған әйелдің бірімін. Бақытымды 40-тан асқанда таптым. 20 жылдай отбасын құрған күйеуімнен төсек ләззатын ала алмадым. Ал қазіргі таңда өзімді аялайтын жас жігітпен кездесіп жүрмін. Әйел адамға жыныстық қатынастың тигізер пайдасын көп екенін түсіндім. Мен оңтүстік өңірінің шалғай ауылында өстім. Ауылдың тәрбиесін алған ұялшақ, биязы қыз едім. Мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін мен де арман қуып қалаға оқуға келдім. Жоғары оқуға түсе алмай, педагогикалық колледжге оқуға түстім. Оқуымды жақсы бағамен бітіріп, өзімнің туып өскен ауылыма келдім. Ауылдың мектебіне жұмысқа орналастым. Көп ұзамай ауылдың бір жігітінің көзі түсіп, алып қашудың құрбанына айналдым. Шынымды айтсам, мен күйеуімді үйіне алып барғанды бір-ақ көрдім. Жолдасым асып бара жатқан сұлу да емес. Сонымен қатар, ол менен 13 жас үлкен болатын. Ол мені алып қашып үйіне барған есігінен ата-анам үлкен әпкемді жіберген еді. Әпкемді көріп жылап жібердім. Бас салып кетемге шықтым. Әпкем де менің өз еркіммен келмегенімді біліп, алып кетпекші болды. Бірақ ауылдың ақ шашты әжелері табалдырыққа нан қойып, онымен қоса өздері де жатып алды. Үлкен кісілердің тәрбиесін көргендіктен болар, наннан аттап кете алмады. Сөйтіп, барған жерде судайсың деп қала бердім. Содан не керек? 22 жасымда менің отбасылық жаңа өмірім басталды. Жолдасым екеуміз бірге тұра бастаған кезден бастап, оның сыртқы келбетіне, ішкі жан дүниесіне мән беріп қарадым. Көлік апатына түскелі бері сол аяғын сылтап басады екен. Оған да көндік. Уақыт өте жолдасымның қызғаншақ әдетінің бар екенін де байқадым. Болмашы нәрсеге қызғанып, қызыл кеңірдек болып айқайға басатынды шығарды. Кейде жұдырықпен ұрып жібереме деп қорқатынмын. Бірақ қол көтермейтін. Мен оны осы үшін сыйлайтынмын. Мектептің жұмысы болғандықтан қағаз жұмысы өте көп болатын. Кейде мектептен кеш шығатын да кездерім көп болды. Қағазбасты болып жұмысқа айналып қалған кезде ол мені сағаттап күтіп тұратын. Жолдасым мені жұмыстан шығып үйіне кетіп қалама деп қатты қорқатын. Оның кейбір қылықтары бала секілді көрінетін. Сүймесем де тағдырымның жазғанына көніп өмір сүре бердім. Әрине, айта берсең, сүймеген адамның теріс әрі ерсі қылықтары өте көп емес пе? Оның бәрін инеге жіпке тізгендей тізбегенім дұрыс болар. Қызықсыз өмірім ала қарай жылжи берді. Күйбең тірлікпен арпаласып жүріп, дүниеге 3 қызды алып келдім. Ендігі өмірімнің қызығы қыздарым болады. Солар үшін олардың әкелерін жақсы көруге тырыстым. Қыздарым үшін отбасымды сақтап келдім. Әйел адам сүймеген адаммен бірге өмір сүре алады. Бірақ әйел затының құлазыған көңілін көтеретін де, денсаулығын қалпына келтіріп, жасартатын да төсек қатынас екен. Отбасын құрғалы бері мен тез қартайып кеттім. Бір көрген адамдар өзімнің жасымды өмірі бермейтін еді. Үнемі менің жасыма тағы 5-6 жас қосып беретін. Мен оны естіп іштей күйзелетінмін. Өзімді жөнге келтірмек болып, айнаға қарап, бет терісін жасартатын кремдер де жағатынмын. Бірақ ол әрекетімнен еш нәрсе де өзгермеді. Менің мұндай күйге түскенімнің себебі өзім жақсы білемін. Себебі отбасын құрғалы бері мен төсек ләззатын алған емеспін. Жолдасым төсек қатынасында өзіне керегін алады да менімен санаспайтын. 20 жылдай біз тек бір позада ғана жұмыс жасап келдік. Ол маған мүмкіндік бермейтін. Оған неше түрлі фильмдерден көрген әрекеттерді айтсам, мүмкін сен оның бәрін біреумен жатып үйренген шығарсың деп миымды жейтін болды. Содан кейін құлағыма тыныш болсын деген оймен еш нәрсе де айтпайтын болдым. Міне қазір менің жасым 39-да, ал жолдасым болса 52-де. Әйел адам 40-та жасарады деген тап рас екен. Осы жаста өзім көрмеген төсектің ләззатын аңсайды екенсің. Ал жолдасым болса суық тиіп қатты ауырып 5 жылдай болды. Қазір екеуміз жыныстық қатынасқа түспейміз. Екеуміздің арамызда ондай қатынастық болмағанның салдары болар. Мен қатты қартайып кеттім.
Сонымен қатар денсаулығым да сыр бере бастады. Бір күні дәрігерге бардым. Әйелдер қабылдайтын дәрігерге. Ұзын сонар кезек. Өзімнің кезегімді күтіп отырмын. Бір кезде қасыма көзінен от жалындаған сұлу келіншек келіп отырды. Түріне қарасаңыз, менен 5-6 жас кіші деп ойлайсыз. Екеуміз уақытты өткізу үшін әңгімеге кірістік. Ол сұлу келіншек маған апай деп әңгімесін айтып отыр. Шыдай алмай, сіздің жасыңыз нешеде деп сұрадым. Ол маған отты жанарын қадап, күлімдеп, мен 47-демін деп айтты. Оның жүзіне аң-таң болып қарап қалсам керек. Ол маған түсінбей, неге таңырқап қарадың деп сұрады. Сонда мен ол кісіге қарап, менің жасым 38-де дедім. Ол алғашында менің айтқан сөзіме сенбеді. Бірақ мен басымнан өткен өмірімді қысқаша айтып беріп едім. Сұлу апайым сәл жымиды да, әйел адамды жасартатын да, тез қартайтатын да жыныстық қатынас. Сенің қазіргі күйзелісің маған таныс. Сенің денсаулығың өзіңе керек. Өзінен жас жігітпен жыныстық қатынасқа түскен кезде өміріңде не екенін түсінесің деп айтты. Әлгі әйелдің айтқан сөзі құлағымнан кетпей қойды. Егер өзгемен көңіл қоссам, жолдасымның көзіне шөп салғаным болады ғой, деп те ойладым. Өзімді қинап біраз уақытта жүрдім. Бір күні құрбым туған күніне тойламақ болып, араласатын 4-5 қызды кафеге шақырды. Өзіміз ғана біраз көңіл көтердік. Бас қосуымыз қызықты өтті. Шаршағанымызды басайық деп, аздап шарапта іштік. Би алаңына шығып биледік те. Сол күні мен Азат есімді жігітпен таныстым. Ол менен 10 жас кіші еді. Ұзын бойлы, қара торы келген сүйкімді жігіт. Бір көргеннен мені өзіне баурап алды. Оның әрбір ісі маған қатты ұнады. Сөйтіп, Азат екеуміз сол күні бірге түнді өткіздік. Сол күні менің бақыттан басым айналған сәтін сөзбен айтып жеткізе алар емеспін. Азатпен кездескенде ғана өзімді нағыз әйел ретінде сезіне аламын. Екеуміз аптасына 2 рет кездесіп жүрміз. Жолдасым және қыздарым менің жадырап, жасарып, жүзіме күлкі үйірілгенін көріп, мама, әрдайым осылай жадырап жүріңізші деп айтады. Қыздарымнан бұл сөзді естіп іштей қуанып та қалдым. Әрине, жас жігітпен кездесіп жүрген әйел өзіне қатты қарайды екен. Сүйіктімді жоғалтып алмас үшін қолымнан келгеннің бәрін де жасап бағамын. Төсек қатынасында оның айтқанының бәрін де жасаймын. Азат екеуміздің бақытты күндеріміз уақытша екенін білемін. Бірақ біле тұра сол жігіттен бас тарта алмай келемін. Азатпен кездескелі бері 3 ай өтті. Осы аз уақыттың ішінде 7 келі салмақ тастадым. Имиджімді өзгерттім. Сонымен қатар денсаулығым да жақсарып келеді. Азаттан бір ұл босанып алсам ба деген де арманым бар. Ең болмаса біздің бірге өткізген бақытты сәттерімізден қалған естелік деп қарап жүрер едім. Егер менің жолдасым төсек қатынасында бос болмағанда, мен мұндай әрекетке бармас па едім. Мен де әйелмін. Мен де ет пен сүйектен жаралған жанмын. Менің де бақытты болуыма құқығым бар шығар сірә. Өмірде бақытымды таппасам да, жас жігітпен кездесіп, қуанышқа кенелдім. Мен осы кезге дейін тек қыздарым үшін ғана өмір сүріп келдім. Енді оларды қияға қондырып менің парызым. Төсек қатынасында дұрыс ләззат ала алмаған әйелдердің басым бөлігінің жатырында ісік болады екен. Мен де осындай дертке шалдықтым. Дәрінің аса қатты пайдасы тимегендіктен сұлу апайның айтқан әрекетіне көштім. Төсек қатынасының арқасында денсаулығым да түзеліп келеді. Мен жас жігітпен кездескеніме еш өкінбеймін. Өзімнен кейінгі жастарға төсек қатынасының адамға пайдасы көп екенін жеткізгім келеді. Мен секілді өзге біреумен емес, әрине Құдай қосқан қосағыңмен. Менің жүрек жарды әңгімемді тыңдаған оқырман қауым сөгетін де болар. Бірі мені түсінсе, ал екіншісі түсінбес. Қазіргі басымнан кешіп жүрген қуанышымды да бөлісер жақын жоқ. Менің барған қадамым қате болар, бірақ мен жүрегімнің қалауынан асып кете алмадым. Жолдасым менің жас жігітпен кездесіп жүргенімнен бейхабар. Кейде ол біліп қойып, оның жүрегін жаралаймын ба деп қорқамын. Қуаныш пен қорқыныш сезімін қатар арқалап келемін. Бойын қуаныш, ал өзегін өкініш өртеген нәзік жан сіздердің ақыл кеңестеріңізге мұқтаж.